Армысыздар, қадірлі көрермендер. Бүгінгі тақырып жаһандық саяси және экономикалық тығырық болады. Ресей американдық келіссөздер ақш-тың бүкіл әлемге қарсы тарифтік соғысы, ақш-тағы иммигранттармен ішкі конституциялық қақтығыс, Гарвард, ЛГБТ. Бұл оқиғалардың барлығында қазір бір ортақ нәрсе бар. Олардың логикалық қорытындысы жоқ болғаны. Бұл сұрақтардың әрқайсысы тұйыққа тірелді. Қазір әлем ойынның жаңа ережелерінің түсініге тұрып жүргенше, қазірдің жаңа әлемдік тәртіпсіздікке куә болып тұрмыз. Американың қазіргі әлемдік саясатымен бұрылысында не болатыны ешкім білмейтін жолмен бара жатырмыз. Трамптың Украинадағы соғысты бір күнде тоқтату туралы жариялаған жоспары әзілге айналып үлгерді. 100 күнде де соғысты тоқтата алмайтыны енді бәрімізге анық. Оның үстіне қақтығысқа қатысушылардың барлығы соғыстың пайдасыздығын түсінеді, бірақ олардың саяси оны ресми түрде атысты тоқтату үшін жігері жеткіліксіз болып жатыр. Трамп кімшілігінің алғашқы батылдығы соғыстың қоздырушысына емес, оның құрбандарына ең алдымен Украина мен оның еуропалық серіктестеріне соққы беру арқылы барлығын таң қалдырды. Содан кейін Путиннің өзі Трампқа иіліп, соғысты жалғастыру үшін санкциялар мен күшею қаупін тиімді түрде бейтараптады. Ресей соғысты тоқтатқан жоқ және Украинаға ауқымды көмек көрсету қаупін айналып өтті. Нәтижесінде Ресейге шешуші қысым көрсете алмау ақш-тың халықаралық беделіне менің ойымша қатты нұсқан келтірді. Оның Трамп бірнеше стратегиялық қателіктер жіберді. Ең алдымен ол қазіргі әлемдік тәртіп жалпы қабылданған ережелерді жоқтырды. Сондықтан оның саясаты тәртіпсіздікпен сипатталады. Деген әлем Трамптың болжамсыздығын шыдамайды. Бизнес және саяси әлем күтпегенді ұнатпайды. Сондықтан олар Трамппен басқарған ақ үйден алыстайды. Бір қарағанда ақш-тың басты жаһандық бәсекелесі Қытайдың ұстанымы қазір әлемдік аренада әлде қайда қолайлы болып көрінеді. Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен батыс әлемнің бұзылған тарихи сәтті болды деп айтты. Өздеріңіз ойлаңызшы, Еуроодақ осы аптада ақш-қа санкцияларды енгізді және еуропалық көшбасшылар ақш-тың негізгі жаһандық қарсыласы Қытаймен қарым-қатынасты дамытуға мүддесін көрсетті. Жақында Самарқандта өткен Еуроодақ орталық Азия саммитінде Еурокомиссия басшысы жаңа экономикалық саясаты Қытайға құрлық дәлізін қамтамасыз ететін орталық Азиямен қатынастарды дамытуға мүддесін білдірді. Орталық Азия өзі де Еуропаға мұнай мен газ, уран, водород, тіпті сирек жер металдарына дейін маңызды энергетикалық ресурстарды қамтамасыз етеді. Еуропа енді өзінді әлемдік нарықта тәуелсіз ойыншы ретінде қарастырады. Өзінің біртұтас армиясын құрайды. Ол нәрсе оңай болмаса да, Ресейден қауіп төнген жағдайда енді таңдауға мүмкіндігі жоқ. Трамп Қытайға қарсы шешуші шайқасқа кіруге үлкен стратегиялық қателік жасады. Ол бірден бүкіл әлемге жаһандық соғыс жариялау арқылы оның дәстүрлі одақтасы Еуропаны алшақтатты. Қытаймен сауда соғысына кірісу арқылы оған Қытайды оқшалау үшін одақтастар қажет болды. Бірақ Трамп Америкадан барлығын, соның ішінде Азия-Тынық мұхит аймағындағы негізгі серіктестерді Жапония мен Кореяны алшақтады. Олар Америкамен тарифтік соғыстан шошып, қазір Қытай мен еркін нарық туралы келісімге келіп жатыр. Жағдайдың негізгі бенефициары әрине қазір Қытай. Жаңа сөзсіз жаһандық сауда ғана емес, сонымен қатар саяси көшбасшы болды. Си Цзиньпин
қазір Азияны аралап Қытаймен тұрақты сауда қатынасын орнатуға шақырады. Бұл жеңіске жеткізген стратегия екі елдің әрекетінің нәтижесінде біреу оқшалануға, екіншісі кең ынтымақтастыққа, әрине екіншісі жеңеді. Бұл Қытай. Шын мәнінде Қытайдың стратегиялық жеңісі айқын көрінетін әлем өзгерді. Америкада экономикалық құлдырау ең басында ғана деп ойлаймын. Өйткені көшбасшылық ең маңызды негізі доллардың сөзсіз күшін шайқайды. ақш-тың борыштық бағалы қағаздары қазір өзінде сатылып жатыр. Тарифтік келіспеушілік ақш-тың отандық өндірушілерін шайқайды. Ал Трамптың радикализмі 2 жылдың ішінде менің ойымша оған импичмент тудыру мүмкін. Қазір ақш-та Трампты Горбачевтың тарихи миссиясымен салыстырып жатыр. Сізбен бірге Азия зерттеулер орталығының бас директоры Қуат Домбай болды. Сау саламат болыңыздар.